Армысыздар көрермен, тікелей эфирде Таразы бағдарламасы. Бүгінгі біздің хабарымыздың тақырыбы қыстың қамы. Бүгінгі қыстың қамына қандай жағдай жасалып отыр? Қыстың қамын жаз ойла деп тегіннен айтпаса керек. Ендеше бүгінгі біздің студиямызға осы тақырып төңірегінде талқыға салатын меймандарымыз келіп отыр. Ендеше таныс болайық. Елемесов Жұмахмет Сапиоллаұлы, Атырау жылу жүйелері акционерлік қоғамы, оперативті пайдалану мәселелері жөніндегі ТТ президент. Студиямызға қош келдіңіз. Рыспаев Әлімжан Серікұлы, Атырау жарық акционерлік қоғамы, қалалық электр жүйесі мекемесі бас инженерінің орынбасары. Студиямызға қош келдіңіз. Гүлнар Салықова, пәтер иелері кооперативі ассоциациясының төрайымы. Нұрбол Оразбайұлы Құрман, Атырау қалалық мәслихатының төрағасы. Қайрат Таупиқұлы Хабиев, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі басшысының орынбасары. Студиямызға қош келдіңіздер, құрметті меймандар. Енді бүгінгі біздің тақырыбымызды атап өттік, қысқа дайындық, қандай жұмыстар жасалып жатыр, атқарылып жатыр. Осы мәселе төңірегінде Нұрбол мырза, өзіңіздің бүгінгі студияға келгеніңізді біз күттік, өйткені осы мәселенің басы қасында халық қалаулысы ретінде өзіңіз жүрсіз. Барлық нысандарды, соның ішінде әлеуметтік нысандарды, тұрғын үйлердің қысқы дайындығын басы қасында жүріп, қадағалап жүр деп естідік. Бұл жұмыстар қалай атқарылып отыр? Депутат ретінде өзіңіздің көзқарасыңыз осы тұрғысынан. Өздеріңіз білесіздер, өткен жылғы Екібастұз қаласындағы үлкен апатты жағдай, немесе біздің жазда болған жарық жүйесіміздің блокаут болған жағдайлары біздің халқымыздың көңілін алаңдатып отыр. Сондықтан біздер уәкілетті билік ретінде қалалық мәслихат депутаттары өз округтарымызда әртүрлі әлеуметтік нысандардың қысқа дайындығын қарап, соның ішінде өз басым жылу беру, жылу жарық шығару мекемелері, жарық тарату, жылу тарату мекемелерінің дайындықтарын қарап, қысқа дайындықтарын бағалаудамыз. Өз тарапымыздан жергілікті атқарушы биліктің осы қысқа дайындыққа тартылған, сұраған қаражаттарын толық мақұлдап, уақытында бөлуге атсалысып отыр. Менің ойымша, бүгінгі күні Атырау қаласы бойынша жылу өндіру немесе жылу тарату мекемелерінің дайындығы жаман емес, бірақ дегенмен енді оның нәтижесін қыс өткен соң көреміз. Қыс сыншы дейді, сол уақытта дайындық қалай болады, сол барысын. Дегенмен де осы бағытта әлі де кешеуілдеп тұрған мәселелер бар ма? Негізі өздеріңіз білесіздер, бұл жүйелі проблема. Өйткені көп жылдан бері тарифтің негізгі шығындарына сәйкес келмегендігінің арқасында Қазақстан бойынша бұл жылу жүйелері бізде тозуы 80%-дан көп болып тұр негізі. Бірақ енді біздің қала бойынша одан тәуірлеу деп есептеймін. Дегенмен бұл үлкен мәселе, өйткені бір жағында халық, бір жағында жылу беру мекемелері тұр. Жылудың жақсы дәрежеге жеткізіп жаңалау үшін үлкен қаражат керек. Сондықтан бұл үлкен бүгінгі мемлекет алдында тұрған үлкен мәселелердің бірі. Сондықтан ол бойынша заңдар өзгертіп жатыр, инвестиция тарту мәселесі қаралып жатыр. Болашақта осы мәселе оң жолға қойылады деп есептеймін. Бана тариф мәселесін айтып қалдыңыз, тарифтің, егер де тарифті көтеретін болса, құрылысын банағы күрделі жөндеудің бағытын біз алға қоя аламыз, жеделдете аламыз, немесе арттыра аламыз бұл мәселені. Сол тарифті жоғарылату мәселесі бойынша былтырғы жылы тарифтің өскендігін білеміз. Енді бұл сіздердің жұмыстарыңызға қалай әсер етер еді? Рахмет. Биылғы жылы былтыр осыдан тариф 20-ші жылы біз көтергенбіз, 21-ші жылдан бастап 5 жылға тағайындалды. Әр жыл сайын өзі пайызымен өсіп отыратын болып. Сосын өткен жылдың мына жаңа айтып кеткендей Екібастұз қаласында болған жағдайға әсер етіп, тағы да мына халықтың қалалық ахуалын түзеу жөнінде мына декабрь айында, желтоқсан айында президенттің заңнамаларын өзгертуінде шықты ғой ахуалы. Соған ішінде табиғи монополиялардың да мына жалақыға байланысты соған өзгертулер болды. Соған байланысты біз мына 5 жылды күтпей, мерзімін күтпей тариф көтеруге мүмкіндік алдық. Соған байланысты осы біздер 1 июньнен бастап
бірінші маусымнан бастап тариф көтерілді 22,6%-ға. Ол енді біздікі мына түпкілікті тұтынушылардың несін олар бөлек мекеме, біздікі бөліп тарату транспортировка дейді ғой, сол мекеме болғандықтан біздің тарифіміз 22,6%-ға өсті. Оның ішінде көпшілігі мына жалақыға қатысты, мына қазіргі мына әлеуметтік жағдайға байланысты халықтың мына жалпы еліміз бойынша деп ойлаймын. Сондықтан соған байланысты тарифті біз көтеруге мәжбүр болдық. Осы күтпей осы неге. Еске сала кетейік, біздің хабарымыз тікелей эфирде өтіп жатыр. Сондықтан да экранның төменгі бөлігінде көрсетілген телефондарға хабарлама қалдыруға немесе тікелей бізге телефон шалуыңызға мүмкіндігіңіз бар. Қазір желіде қала тұрғыны хабарласқан екен, тыңдап көрейік сұрағын. Саламатсыз ба, сіз эфирдесіз? Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз, сұрағыңызды қойсаңыз? Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен сұрағымды қойып, бізде РЖС туралы сұрайын дедім. Теманы оқымаппын осы РЖС жөнінде. Онда Нұрбол мырза ойын бердім сұрағымды. Сұрақ түсінікті ме? ЖС жеке тұрғын үй мәселесі ме? Құрметті көрермен. Дача участоктен РЖС қауысуға. Енді ол мәселе. Рахмет сұрағыңызға. Ол мәселе бүгінгі күн тақырыбына байланысты емес. Дегенмен жауап беріп қысқа ғана жауап беріп өздеріңіз білесіздер, былтыр қала әкімінің бастамасымен бірнеше саяжайларды жеке тұрғын үй алабына айналдыру мәселесі көтерілген болатын. Ол екі жақты жүру керек еді. Біреуі жаңағы біздің негізгі генеральный план дейміз ғой, соның өзгеруі. Екіншісі жаңағы акимат жағынан жаңағы ПДП жаңағы пландардың жоспарлау мәселесі. Қазір екінші жағы ақсап тұр, сондықтан бір уақытқа созылу қаупі бар. Енді оны қазір шұғылданып жатыр, бірақ дегенмен бұл мәселе күн тәртібінде тұр. Болашақта оны міндетті түрде жүзеге асырамыз. Рахмет жауабыңызға. Құрметті көрермен, Каспий-Ньюс телеарнасы тікелей эфирде таразы хабарын өткізуде. Бүгінгі біздің хабарымыздың тақырыбы қыстың қамы. Қысқа дайындық жұмыстарын талқылап жатырмыз. Енді бана тариф туралы тақырыбымызға ойсайық, кішкенде тақырыптан ауытқып кетіп жатырмыз. Тариф туралы айтып кеттік, былтырғы жылы тарифті көтерілді дедік. Енді бұл биылғы жылы. Енді биылғы жылы тариф көтерілді дегенмен де бана құрылыс жұмыстарына екпінділік алып келді ме бұл? Қазіргі кезде қандай жұмыстар атқарып жатсыздар осы? Енді біріншіден бағана айтылып кеткендей, мына заңнамаға байланысты бұл енді ерекше бөлімі мына жұмысшылардың жалақысына байланысты болған нәрсе. Сондықтан осы мүмкіндікті пайдалана отырып, мына біздің қазір текущийде мына жұмысшыларымыздың көп адам жұмысшы болмаса, енді жұмыс жасауда мүмкіндік жоқ. Сондықтан кішкене бір қиын жағдайлар болып, қазір сол кішкене тариф көтерілгеннен кейін бір тұрақтылық пайда болды. Ең бірінші соған. Сосын қалғаны бізде мынау күрделі жөндеу жұмыстары жоспарланған осы жылға. Сосын инвест программа дегеніміз бар. Сол бәрі жүріп жатыр. Осы бүгінгі күні 90%-ға орындап отырмыз. Енді бір санаулы күндер қалды ғой. Мына қыркүйек ай, қазан айының басына дейін біздер сол қалған бәрін бітіруге атсалысып жатырмыз. Осы аптаның 6 күнде жұмыс жасаймыз. Сондықтан бар күш соған салынып жатыр. Енді қаланы, халықты тоңдырмау біздің мақсатымыз бірінші. Сосын сумен қамту, бесперебойный передача біздің бірінші мақсатымыз сол жолында көп жұмыстар жасалып жатыр. Әлі атқарылып жатыр. Дегенмен де қай уақытта аяқтау? Жылу маусымының басында мына қазанға дейін бітіреміз. Санаулы күндер қалды, қазанға дейін бітіреміз. Қазан енді мына жылу маусымы басталғанша бітеді. Бүгінгі біздің студиямызда енді соңғы неміз осы 19-нан 21 аралығында сынаққа дайындап отырмыз. Бұл жылма-жыл 2 жылына 2 раз болатын магистральды трубаларды қысқа дайындық. Мына ол мақсаты, мына жаз бойы өткен бағана инвест программа деп жатырмыз бағдарламасы, капремонт деп жатырмыз. Соның мақсатын тексеру, қаншалықты дұрыс жасағанымызды. Сынақтан өткізіледі ғой ол? Өткізіледі. Өтеді. Сосын сол кезде енді бір келеңсіз жағдай халықтарға айта кететін, осы прямой эфирді пайдаланып, енді сол уақытта біз су тұрғызамыз. Оның басқадай жол жоқ. Енді ол жылда болатын нәрсе, көктемде бір раз, күзде бір раз. Сол уақытта халыққа түсіністікпен қарауға шақырамыз. 3 күнге жоспарлаймыз, бірақ бір күнде бітіруге тырысамыз. Сол соңғы нүктесі деп ойлаймын. Содан кейін ар жағында уже жылу маусымына жіберуге болады. Мамандар жеткілікті ғой. Осы мамандар бағытта жеткілікті. жергілікті мамандар. Бәрі жергілікті мамандар. Бізде алғы
басқа жақтан келген или мынандай жалдамалы біздер жұмыс жасамайды. Бәрі өзіміздің жергілікті мамандар. Рахмет жауабыңызға. Бүгінгі студиямызға Атырау жарық акционерлік қоғамынан Әлібек мырза өзіңіз қатысып отырсыз. Әлімжан мырза, енді былтырғы жылы қыстың қақаған уақытындағы жағдай есімізде. Енді осының алдын алу шарасы қалай жүргізіліп жатыр? Ол кемшіліктерді алдын алу бағытында қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Қайырлы кеш, құрметті тұрғындар, сұрағыңызға рахмет. Енді жалпы Қазақстан Республикасының электр энергиясы туралы заңына электр энергиясын көтерме және бөлшек сауда нарығының қызметін реттеуші нормативтік құқықтық актілеріне сай, жалпы енді аймақтың электр желі компаниясы болып табылатын Атырау жарық акционерлік қоғамының негізгі функциясы Атырау қаласы мен облыс аумағына электр энергиясын беру болып табылады жалпы. Енді бізде айтып беретін жай, 15 сәуірден бастап бізде Атырау жарық акционерлік қоғамында 5 жылдыққа бекітілген кестеміз бар. Күрделі жөндеуден өткізетін, ол 2020-2023 жылдар аралығында. Енді бүгінгі таңда соның 2023 жылдың күрделі электр нысандарында күрделі жөндеу жұмыстары дейміз ғой. Сонда жұмыстары бізде толықтай бүгінгі уақытта атқарылды. Оны енді атап айтып беретін болсақ, бізде 2023 жылға әуе электр желілер дейміз, оқшаумалы сым дейміз ғой, AES маркалы провод дейміз. Соны СИП заманауи СИП дейтін кабеліміз бар, соған ауыстыру бағытында жұмыстар атқарылып жатыр. Сол күрделі жөндеу жұмыстарының бағыты бізде сол. Енді солмен бірге қоса ішінде оның апорлары бар деген сияқты, апаттардың апорлары бар. Сол. Енді нақтырақ атап өтпейтін болсақ, енді жоғарғы әуе электр желісі бойынша жалпы ұзындығы 39,2 километр сымдар мен бағаналары бүгінгі таңда ауысты. Және де жеке тұтынушыларға баратын 0,4 әуе электр желісі дейміз, СИП кабелін ауыстыру, сол 39,2 километр барлығын қосқанда. Бүгінгі таңда енді жұмыстар толықтай атқарылды. Кабельдерді ауыстыру туралы айтып өттіңіз. Бұл кабельдердің бұрынғы қолданыстағы кабельдерден айырмашылығы қандай? Бұрынғы қолданыстағы кабельдер туралы тағы да айтып кетейін. Бізде бұрын енді оқшаумалы дейді, AES маркалы провод дейміз, ол сыртында изоляция жоқ деп, жалпақ тілмен айтқанда сондай түсіндіру сондай айтылады. Қарапайым тілмен айтқанда енді мысалы бізде желі болады, жаңбыр болады, мысалы біздің Атырау қаласында енді мысалы балықшы елді мекендерінде, балықшы Еркінқал елді мекендерінде, ауылдарында мысалы талдар бар. Сол кезінде талдардың арасынан сымдар өтіп берді кезінде. Сол кезде желі болған уақыттарда мысалы екі сым бір-бірінен тиіп мешетін болса, онда қысқа тұйықталу короткий замыкание дейміз ғой. Сондай болады. Өрт жағдайы болады. Өрт жағдайы үзілу болады, сондай жағдайлар тіркелген жалпы негізінде. Енді қазіргі күрделі жөндеу жұмыстарына сәйкес сол оқшаумалы AES провод маркаларын изолированный заманауи шыққан қазіргі СИП проводтық маркалы кабеліне ауыстырып жатырмыз. Және де ауыстырып жатқанда бұрынғы енді бізде 35-тік сеченесі дейміз, өзін-өзі өткізу сеченесі болады проводтардың. Сол 35 мм болатын болса, қазіргі таңда СИП-тің 70-тік миллиметр. Ол 35 пен 70 енді өзін-өзі өткізу, және де тұтынушыларға сенімді және тұрақты электр энергиясын беру мақсатында. Өрттің алдын алу, яғни қауіпсіздікті қамтамасыз ету бағытында. Жақсы екен. Енді бұл жер тұрғын үйлерге ауыстырып жатсыздар қазіргі уақытта. Ал енді былтыр білеміз, кәсіпкерлік нысандардан болды, қауіп. Кәсіпкерлік нысандарды ауыстыру мәселесін қалай көздеп отырсыздар? Біздерде енді өздеріңіз білесіздер, осы күн қатты жаңбыр болғанда біз Атырау қаласында осы электр энергиясы өшуі тіркелді. Сол енді жалпақ тілмен айтып беретін болсақ, жалпы енді Атырау қаласында 1662 жеке тұтынушы заңды тұлға дейміз ғой. Соның теңгерімдегі кешенді трансформаторлық станциялар тіркелген. Оның ішінде енді 218-і Атырау жарық акционерлік қоғамымен техникалық шартқа тіркелген жалпы. Қалғандары жыл сайын любой мысалы кешен трансформаторлық станция қондырған мекеме жыл сайын ревизия жұмыстарын атқару керек жалпы. Ол бізде енді қалай тұтынушы трансформаторын орнатқаннан кейін жыл сайынғы ревизия жұмыстарын атқармайды. Сол себептен бізде жаз бойы ішінде опорный изолятор дейміз, трансформатордың ішіне кеуілерінде герметиктер болмайды . Солардан шаң нелер кіріп, шаң бері жиналып, енді бізде жауын шашын болады, сол кездерде ылғалмен есеп, сондай апатты өшіруге әкеледі бізде. Солардың кесірінен болып тұр. Қарапайым техникалық қауіпсіздік шаралары атқарылмайды дейсіз ғой. Сөзіңіз аузыңызда, бізде қазір көрермен хабарласып тұр екен. Саламатсыз ба?
тікелей эфирге хабарласқан көрерменіміз техникалық себептермен байланысты. Енді атап айтып кететін болсам, енді сол бағытта біздер енді қазіргі қалалық әкімдікпен бірлесіп, бана өкіміміз бар, екі жақтан қойылған. Соған байланысты мына жеке заңды тұлға теңгерімде кешен трансформациялық станцияларға бана тексеру жұмыстарын жасап отыр. Жұмыстарын бастап кеттік. Бүгінгі таңда енді 395 бана кешен трансформациялық станцияларға нұсқаулама дейміз ғой, предписание. Сондайлар берілді. Сонымен ары қарай осы жылдың аяғына дейін жұмыстарды жалғастырамыз. Жеке кәсіпкерлер өздері бұл техникалық банағы алдын алу жұмыстарын өздері атқарады, өз жанында. Өздері атқарады. Енді бұл жерде атап айтып кететін болсақ, енді біздер нұсқаулама бергенде бана біріншіден тексереміз. Зерделеу жұмыстан жүргеннен кейін енді банағы ақаулар анықталып отыр. Көбінде ақаулар анықталып отыр. Сол ақауларына сәйкес банағы енді нұсқаулама толтырып беріп отыр. Уақытымен 30 күндік уақыты 30 күн уақытын береміз. 30 күннен кейін бана тұтынушы тарапынан ешқандай жұмыстар атқарылмайтын болса, уже бана 5 күндік актімен толтырып кетеміз. 5 күн бана ескертпе беріп кетеміз. Қоңырау бар екен студиямызға. Құрметті көрермен, сіз тікелей эфирдесіз, сұрағыңызды қойсаңыз. Саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сұрағыңызды қойсаңыз. Сұрақ болғанда не, мен мына Сарыөзектен шығып отырады, бізде вообще мына свет проблемасы вообще шешілмейді. Қай елді мекен? Сарыөзек, Сарыөзек. Короче, біздер мына самострой дейді, бізде ешкім қарамайды, короче. Бірақ енді біздер свет бәрін төлеп отыр. Мысалы свет постоянно болмайды, біздер жеке электрик жалдаймыз постоянно. Отрожарық керек деп самострой деп, короче, кетіп қалды. Рахмет сұрағыңызға. Решать етеді вообще. 1 жыл болды осылай мучение. Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Жалпы енді мына Сарыөзек Чорноречка дейміз ғой, елді мекені бойынша. Жалпы енді қазір уақытта бұл елді мекеннің банағы электр желілері тұрғындардың өздерінің тараптарынан тұрғызылған желі. Самострой дейміз ғой. Самострой желісі. Барлығы да сондай ма? Түгелде сондай. Енді олар не істеу керек? Енді қазір уақытта мына қалалық әкімдік тарапымен, қалалық құрылыс бөлімімен Айком ЛТД дейтін мекеме бар. Сол бойынша бүкіл Сарыөзек аумағына жобалық сметалық жобаға сәйкес жаңадан трансформатор қосымша қуаттылығына сәйкес осының әуе электр желісі самоны сеппейтін кабельмен жобаға сәйкес жұмыстар атқарылып басталып кеткен негізінде. Енді оның шешімі осы жұмыстар толықтай аяқталғаннан кейін уже банаға апатты өшіру қысқарады. Енді тұрғындар кімге хабарласу керек? Бұл жұмыстар қай уақытта несіне жетеді? Бұл жерде жалпы енді тұрғындар тарапына бана самострой деп тұр ғой, бана тұтынушымыз айтып кетті өзі. Енді біздер бана сымдар үзіледі, тұтынушы өздерінің тұрғындар нелерін салған желі болғаннан кейін біздер енді апатты ретінде бана біздер уақытша істеп кетеміз. Істеп қосып кетеміз. Енді ары қарай бұл жерде шешімі жаңадан жобаға сәйкес банада қосымша бөлек трансформаторын қойып, капитально электр желісін тартып, сондай жұмыстар атқару керек, сонда бана апат өші қысқарады. Енді бана айтып кеттім, Айком дейтін Айком ЛТД мекемесімен сондай жалпы жұмыстар атқарылып жатыр негізінде. Атқарылып жатыр, бірақ қашан аяқталатын белгісіз? Қашан аяқталатынын мен айта алмаймын, ол енді әкімдік тарапына қатысты, қалалық құрылыс бөліміне. Жалпы енді ақпаратын айтып кетіп отырмын. Жақсы. Гүлнар ханым, қош келдіңіз. Енді біз белгілі былтырғы жылы жылу беру маусымы 5 күнге ерте басталды. Ол енді тұрғындармен келісім негізінде жүзеге асатын мәселе. Енді биылғы жылы дайындық қалай? Көп пәтерлі тұрғын үйлер сізге қарайтын, сізге қарасты пәтерлердің дайындығы қалай? Саламатсыз ба. Жалпы апрельде отопительный сезон бітеді ғой. Содан бастап гектар дайындық бастайды. Жаңа қыстан уже өте алмаған құбырлар, осал жерлерін бәрін ауыстыру бастайды. Содан кейін жаңа опрессовка дейміз ғой. Опрессовканы жасайды. Опрессовканы жасағанда жаңағы біздер ерте бастап кетеміз жалпы. Майда, апрельдің аяғында акимат машина бөле бастағанда біз опрессовканы тексеріп аламыз. Бірақ бір несі бар, жаңағы көбі тұрғындар жазда отпуск алады, нетеді. Содан кейін жаңағы үйде батареяларын ауыстырады, құбырларын ауыстырады. Сондықтан ертең 15-інде запуск жасағанда ол кішкене кедергі болады. Жаңағы ағып кетеді, бұл опрессовка деңгейін ауыстырғасын. Сондай кішкене қиындықтар болады біздерге. Сосын жаңа айтып жатырмыз, Совет үкіметінің кезінде бір қаулы шығады акиматтан. Жаңағы 15-16-сы. Бірінде жаңағы детсад, больницалар, школдар запускать етеді, жаңағы көп қабатты үйлерге 15-16-сы. Біз білеміз, бір уақыт болды. Жаңағы ол
бана салқынға қарамайды, күн жылға қарамайды, бір белгіленген уақыт. Сол бана қаулы бәлен жылға жүретін еді. Қазір енді сондай қаулы шықпағасын ба білмеймін, жаңағы әрбеуі мысалы пиктар, мысалы авангард қазір бірінде школ детсадтарды бастап отырса, жаңа халық айтады, ойбай бізге жылу бермейді. Сосын мысалы 100 пәтерге әркімге жақсы бола алмайсың. Біреу айтады, менің балдарым бар, жебер дейді, үлкен кісілеріміз бар дейді. Біреулер жаңағы ойбай пенсияның ақшасы жетпейді, сіздер жаңа 5 күн бұрын беріп, 5 күннің ақшасын кім төлейді? Ой, сіздер төлейсіңдер ме дағы. Сондықтан біздер неугайда, сондықтан мен ойлайтыным, жаңа әкімшілік сондай бір қаулы шығару керек. Көп қабатты үйлерге бір уақытты белгілеу керек. 15 ма, 16 ма, и жаңа бітетін уақыты, басталатын уақыты. Содан жаңағы ертең мына қазіргі замана неде біздің пиктар бәрі дайын тұр. Жылу алуға. Енді мына қиындық ертең запускіде көбінесе мынау теплопункт, мен мысалы мына жылу беретін мекемені түсінемін. Ол бүткіл қаланың нысандары бәрі қосылмай теплопунктқа. Теплопункт түгелдей жұмыс жасай алмайды өзінің несіне, мощностьсына. Содан жаңағы тұрғыннан көп наразылық туады. Неге жылу жібердіңдер, мен ақшаны төлеп жатырмын, мысалы 15-нен бастап ақша начисление кетті, ал үйде қанжылым батарея деп. Неге десеңіз, жаңағы дұрыс давление, енді ПТС-тар ренжемесін, дұрыс давлениені бермейді. Потому что бізде енді Атыраудың несі ауа райы белгілі ғой, жылы болады. Бізде мысалы Астана, нелер, Өскемен сияқты емеспіз. Біздерде жылы болады. Бұлар бана от наружной температуры зависит етеді. Сондан жаңағы қанжылым береді, оны тұрғын түсінбейді. Сосын теплопункттарға звондайды, біз айтамыз, ПТС бермей жатыр деп. Олар звондайды, ПТС айтады, жаңағы жоқ, КСК-ның трубасынан сіздер өздерінің трубаларын қарасын подвалдағы деп. Сондай бір нелер болады, келіспеушіліктер сонда басталады. Бүттіл 15 октябрьден бастап декабрьге шейін, декабрьде уже бана температура мен білем, бұларда да норма -8-ге шейін төмен түссе, уже бұлар ысып кетеді батарея. Құттай тек марғыз болсын, батарея ысып кетеді. Ал 1 декабрьге шейін бүттіл қаланың бәрі режим алып болғанша қанжылым болады. Сондықтан тұрғындарға да обращаться ететінім, жаңағы кішкене шыдамшылық болу керек. Ол пиктің басшысын нетуге болмайды. Бізден кінә жоқ. Біз дайынбыз жылу алуға. Бұлар жылу беріп жатырады. Но бірақ жаңа айтып жатырмыз күннің жылығына қарап. Сосын менің өзімнің, мен білмеймін қазір қалған пиктар қалай айта алатын, мен мысалы ассоциацияға кіретін пиктардың бәріне айтып жатырмын. 15 ма, 15-де бастайсыңдар. Жаңағы сол енді жаңағы соған қазір осы жаздай біздерге предписание беріп, общедомовой прибор учет бар теплоның. Теплосчетчиктер 4 жылда бір рет поверка өтеді. Алматының лабораториясынан өтеді. Сондықтан көбі тұрғындар телефон соғады, нетеді, пиктің басшысын түсіндіреді, оған көнбей жаңа неге бізден бөлек қазір ақша жинап жатыр поверкаға деп. Сондықтан айтып жатырмыз, біздер мәслихатқа 62 теңгеге тарифке расчет бердік. Неге десеңіз, 16 майда енгізілген заң бар, жаңа өзгерістер. Соның ішінде 42-де бір статьяның ішінде жаңа минимальный тариф мәслихат бекітіледі өсегенде. Соны бізге 62-ке беріп еді, 45 деп бекітіп берді. Онысынан да рахмет енді. Дегенмен жаңағы поверка, теплосчетчик, установка теплосчетчик бәрі орта мүлікке кіріп кеткен заң бойынша. Но бірақ біз оны тарифке кіргізген жоқпыз. Сондықтан қазір тұрғындарға айтатыным, егер де КСК жаңа қазір бөлек ақша жинап жатырса, жинау керек, беру керек, потому что уақыт болып қалды. Теплосчетчик егер де поверка өтпесе, ол уже істемейтін деп оны белгілейді, и сосын сіздер уже нормамен жылуға ақша төлейсіңдер. Осы жерде екі сұрақ туындап тұр, Қайрат мырза. Бұл мәселеге қатысты не айтасыз? Тұрғын үй қатынастары туралы заңға сәйкесте жаңағы теплосчетчик тұрғындардың ортақ мүлкі болып кіреді. Ортақ мүлікке жаңағы айтқандай үйдің шатыры, дәлізі, жаңағы лифті болса лифті, барлық электр жүйелері, жаңағы коммуналдық жүйелері, яғни су, салқын су барлығы үйге кіргеннен кейін ортақ болып есептеледі. Сондықтан үлкен апат жағдай, басқа мәселе болатын жағдайда тұрғындар қосымша қаражат жинап жасау керек. Оны түсіну керек олар.
Бұл түсінік ретінде жүргізіле ме? Жүргізіліп жатыр, барлық жерде айтып жатыр. Біздер жиналыстарда осыған дейін жаңа формаға көшу жұмыстарын жүргіздік былтырлар. Бірге ассоциациямен бірге, әкімдікпен бірге. Сонда біз барлығында осы мәселелерді айттық. Әрине тұрғын түсінгісі келмейді. Түсіну керек, себебі квартира оның жекеменшігінде басқа жердің бәрін ортақ пайдаланады. Сондықтан уақыт түйек нәрсені КСК жасайды, құптай бір тұруға кетіп қалса, винтель анауына кетіп қалса жасайды. Но когда үлкен авария болған кезде тұрғын қосымша қаражат жинап жасау керек. Осыны түсіну керек тұрғын. Түсіндіріп айтып жатырсыздар. Айтылып жатыр. Бұл жаңағы судың қысымы туралы айтып өтті. Аз, белгілі уақытында қысым төмен болады деген секілді тұрғындардың түсініспеушілігі бар. Бұл жөнінде не айтасыз? Жылма-жылғы кездесетін қиыншылықтар ғой. Мына жылу су маусым басталарында енді мына біздің баған басында енді айтып кеттім, дайындық бізде 55 жылу пункті бар. Сол 55 жылу пункттан енді 52-сінен ыстық су беріледі. Қатарымен жаз уақытында 52 тепловоз жасаса, қыста 55. Енді қазір уақытта барлығы опресовкадан өтіп, бағана ревизия, ремонт бәрі өтіп дайын отыр теплопункттар. Квартальный трасс деп айтамыз, үйлерге барқан оның бәрін өткізіп болдық біздер. Енді қалып тұрған тек қана теплопункт дегенге үлкен магистральдар, олар жоғары қысым өтеді. Соны енді ойдағыдай өткізіп бастауға дайынбыз. Енді жыл сайын болатын мәселе деп айтып кеттіңіз, алдын алуға болмайды ма? Оның алдын алуға болғанда енді ол жерде көпшілік көп алу керек бағанағы. Ол тұрғын бар ішінде, бағанағы КСК бар, пиектер, біздің тарапымыздан. Бағана, мысалы, енді бір күн дегенмен, бір күнде ол берілетін технический мүмкіндігі жоқ. Болғанның өзінде де, мысалы, қанша дегенмен ол совет үкіметі салған уақыттар, қанша үйлер, олардың құбырлары тозған, ол бағандай тез толтырып, мысалы, үйлерді сумен тез істегенде, ол бәрі последствиясыз ар жағында. Сондықтан біз өзімен планын дейді, жай өзінің ретімен жібереміз. Сондықтан деді бір бізде шамасында біз осы ортадай уақытта солай беріп жатырмыз. Енді тұрғызғанның өзінде де біз бір күнде бір уақытта тұрғызып тастамай, ол мына тестпен связанный нәрсе, сондықтан ол бәрі кезінде солай ойлап шығарған нәрсе ғой. Ол анандай 35 мың тонна суды, мысалы, примерно, ол бір сәтте ол шығару мүмкін емес. Ондай технический несі жоқ. Сондықтан ол бағанағы круглосуточный су дайындалып отырады, өзінің мынасы әбден толтырғанша өзінің тәртібі солай. Сосын жаңа айтып кеткендей, мысалы, бір теплопункттан, мысалы, кейде бар, 3-4 үй алатындар, бір теплопункттан 30 үй алатын теплопункттар бар да, кезінде сол салынған енді өзі ескі қаланың орнында. 10-15, сондықтан, мысалы, дайындық уақытында да опресовка дайын болса да, келіп қосып қалғанда дайын емес бағана. Бір батарейкасын алып тастаған, енді тұрғындардың ол құлаған алтын сырға түсіну керек. Олар тек бағана КСК мен жылу беретін мекемеге қарап қол жайып отырып екен, дұрыс емес. Адамдар өздері де соған атсалысу керек. Көршісінің үйінде бағанадай жағдай болып, маған не касается, маған жылу беріңіз деп соғатындар да болады. Сондықтан бағана басында біз аз қысыммен беретініміз, потому что біз ана енді 10 үйге беретін нәрсені 2 үйге беретін болсақ, біз мысалы 2 үй жарып аламыз біздер. Сондықтан бірақ температурасы бір бағытта болады, бағана сыртқы ауаға байланысты. Сондықтан енді жаңа айтып кеткенде декабрьдің 8 дейтін, ол маған келіспеймін, потому что біз ана тәулік бойы сыртта температура қарап отырамыз. Ноябрьде аяз соғып кетсе, біз температура көтереміз. Сондықтан біздің енді жергілікті ауа райына байланысты ол көбінде біздерде ноябрьде де күн жылы бар, декабрьде қай уақытта. Кейде кездерде январьға дейін күн жылы болатын кездері бар. Біз енді мына шын айтқанда, біздің тәжірибемізге байланысты, біз наоборот аяз болғанын қалап отырамыз. Көтерек өзінің тарифке байланысты өзінің тәртібі солай. Аяз болған күндері, желсіз күндері, сол кездерде біз өзіміздің заңымызға сай көтереміз температураны. Ал енді плюсовой температура сыртта сырс болады да, действительно. Бірақ сонда да біз 2-3 градус артық беруге, халыққа қазір жақын болу керек, халықтың бабын табу керек деген жағдаймен біз енді оны өзімізге шығын ретінде біз оны қарастырып отырамыз. Мысалы, сыртта плюсовой кейде болады, 5-6 градус, 8 градус жылдық, бірақ күн салқын. Сол кездерде біз жоғары режим ұстап отырамыз. Ал енді қатты мына осыдан 2021 жылы декабрь айында өте қатты аяз болды, енді февраль айында. Сонда среднесуточная температура минус 22 градус бір демалыс тұрды. Сол кездерде біз жоғарғы температура көтергенде уже ана пластик трубалар уже балқып, үйлерде жарылыс көбейе бастады, судың жарылуы. Сол кездерде біз енді амалсыздан ана беретін мөлшерімізді айтпай, ол кездерде енді шағым түседі, ана өте қаттысы деген сияқты жарылып жатыр деген, сол кездерде енді кішкене азайтуға тура келеді. Оның бәрі енді мына инструкция дейміз ғой, жылу беру несіне байланысты берілетін нәрсе. Мына қысқа дайындықты қамтамасыз ету мақсатында жеке сектордағы тұрғын үйлер бар ғой, оларға
алдын ала бақылау, қадағалау жұмыстары жүргізіледі ме? Бар, иә. Мамандар шығарыла ма? Қазір енді ол жағы кішкене бізде жеңілдеу. Неге десеңіз, осыдан 20 жылдар бұрын где-то 1000 шақты қалада тұрғын үйлер. Қазір енді мына газ келуіне байланысты бізде де ол үйлер азайды. Где-то бір 20 шақты үйде қалды. Оның енді несі жеңіл бізге. Біз оған 20 шақты үй болған, біз оларға өзіміз көмектесеміз бағандай. Қосып беруіне деген сияқты. Сол ана енді мына пусковой момент деп айтамыз. Ол кезде енді таныс ситуация ол бізге. Ана озық шығару керек болады әртүрлі. Мысалы бір үйде 100 квартира болады, 80 квартира болады. Ол кезде ана бағана суды басына айналдырып жүру үшін, мысалы салқын ішіндегі қалған озық шығарып, оны енді сондай кедергілер болады. Сосын бағана совет уақыт деп отырмыз. Ол кездерде мына толық қарайтын еді. Үйлерге бағана біз қағаз разрешение береміз. Оның бәрі қазір енді кейінге қалып жатыр. Мына подъездерге есік салу, терезе салу, остекление, ана проемдарын жапқызбай, ана гидроизоляция, подвалдағы су осушить, соның бәрінің кезінде қадағалайтын болды. Енді қазір оны мына жағдайға байланысты, қиындыққа байланысты оның бәрін біз қазір кейінге қалдырып жатырмыз. Мына келетін водной сеть деп айтамыз үйге, изоляция салу керек. Оның бәріне біз айтқанда көз жұмып отырмыз. Уақытында жылу алса екен деп. Оның бәрі енді мысалы КСК-ның құзырындағы нәрсе, бесхозный болса тағы КСК-ның жителердің өздерінің. Дегенмен де айтылу керек секілді. Айтылу керек, соны мәселесіне байланысты. бағанағыдай жаңа айтқандай, соны шағым әкеліп соқтырады. Мысалы шағым екі жақтан болатын болса, оның шындығы ортасында болады. Сондықтан қысқаша айтайын дегенім осы. Сондықтан оған түсіністік бару керек. Бағанағыдай енді біздер мына границаларда деп айтамыз, біздің үйге болғанда үйде сыртта болады біздің де. Бірақ енді біз көмектесу үшін бағана ақша төлеп жатырмын деген болғанда біз ішкі квартира кіріп, КСК-мен бірге даже воздухын шығарып, қысты уақытында жалобы түскендерде біреудің батарейкасы шығарып, соған дейін ашып беруге біз соған жұмыс жасадық. Хотя ол біздің жұмысымызға, функциямызға кірмейтін нәрсе. Көмек керек болса аянып қалмаймыз дейсіз ғой. Жоқ, ана телефондарын сұрап аламыз, алдына телефон соғады, барып инспекторлар жұмыс уақытында қарап, оның бәрі тексеріледі. Нұрбол мырза, бүгін енді бірнеше мәселе айтылып жатыр да, осы жерде. Сізде барлығына басқасында жүргеннен кейін барлығын білесіз. Енді бізде жеке сектордан бөлек әлеуметтік нысандар бар. Балабақша, мектеп секілді. Олардың дайындығы қалай? Осы жөнінде айтып кетейікші. Енді бұл балабақшалар бойынша біздің қалалық мәслихат депутаттары өз округтары бойынша барлық жаңағы нысандарға барып тексерулерін жүргізіп жатыр. Көпшілігі дайын. Тек бірең-сараңдары бар. Жаңағы мемлекеттік сатып алу дейді, басқа да құралдарды күтіп отырғандар бар, бірақ олар үлгереміз деп уәде берді. Сондықтан біз енді осы жылу маусымы басталғанша ол бәрі оңынан шешіледі деп үміттеніп отырмыз. Жақсы, өте жақсы. Енді жылумен бірге банағы Атырау жарық, яғни электр желісін беру мәселесі де өте өзекті. Өйткені жылудың болмай қалуының бірден бір себебі жарыққа тікелей байланысты. Енді бұл жерде ең бірінші қауіпсіздік мәселесін алдыға алу керек. Жеке сектор болсын, көп қабатты үйлер болсын, қауіпсіздік мәселесіне қандай ден қойылуда қазіргі уақытта? Тұрғындар банағы электр желісінің аздығын, келу қысымының азайғандығын айтып жатады. Неден? Өздерінің тараптарынан қиындықтар бар ма бұл жөнінде? Айтып өтіңізші. Жалпы енді мына кернеу көрсеткішінің қазіргі уақытта сіз аздығы туралы сұрап тұрсыз. Кернеу көрсеткішінің аздығы. Жалпы енді бізде Атырау қаласы бойынша және Атырауға іргелес жатқан елді мекендер бар бұл жерде. Мысалы мына Дамба ауылы бар, Ақсай 1, Ақжар 1 дейтін ауылдар бар. Сол ауылдарда бізде қазіргі уақытта кеңес үкіметінің кезінен қалып қойған ағаш бағанадағы оқшаулы сым дейміз ғой, майдан айтып отқан. Сондай желілер қалып қойғандар қазіргі уақытта бар бізде Атырау қаласы бойынша. Енді ең бастысы жалпы жаз мезгілінде жүктеме көбейген уақыттарда бірде-бір әсері содан болып тұр. Ол дегеніміз кеңес үкіметінің кезінде ол кезде кернеу көрсеткіші басқаша болды. Қазір сол кезде тұрған сымдардың сеченісі дейміз ғой, көлемі сол 35-пен тұр, 35-25 күндаймен. Енді кернеу көрсеткішінің жалпы төмендеп кетуі бізде соған бағытталып тұр. Енді алдын алу, бұны банағы болдырмау. Бұны енді жалпы болдырмау мәселесі бойынша жалпы енді қазіргі уақытта қалалық әкімдік тарапынан қалалық құрылыс бөлімі дейміз. Сол бойынша бізден қала бойынша банағыдай самострой желілері бойынша жоба жасақталды. Сол жоба жасақталып банағы басталайын отқан желілерде бар жалпы. Сол енді сол жұмыс толықтай атқарылғаннан кейін банағыдай кернеу көрсеткіші жақсы болады, көтеріледі. Жалпы енді онымен бізден самострой желісі бойынша айтып кетіп тұрып, жалпы біз енді биылға халық әкімдікпен бірлесіп
қосымша КТП дейміз, кешен трансформаторлық станция қондыру бағдарламасы бар. 30 данасы, қуаттылығы 630 кВт. Сол бойынша да қазір енді бізде осы жаз айында көбінесе Самал ықшам ауданы дейміз, Самал 2 ықшам ауданы, сол елді мекеннен банағы көптеген шағымдар түсті тұрғындардан жаз уақытында не жөнінде. Енді бұл жерде атап айтып кететін болсақ, жалпы енді бұл жерде кезінде мердігер мекеменің тарапынан тұрғызылған желі, енді жалпы кезінде тұрғызғанда енді электр желілердің ұзындықтарын ұзартып жіберген, соның кесірінен болып тұр. Енді биылға осы 30 КТП деп отырып, сол бағдарламасы бойынша осы Самал 2 ықшам ауданына қосымша 5 дана трансформатор қарастырылған. Соның бүгінгі күні 2-і қойылып толықтай аяқталды. Қалған 3-і осы жылдың аяғына дейін бітіреміз деген жоспар бар. Енді бұл кернеудің аздығы тек қана елді мекендерге қатысты мәселе болып тұр қазіргі уақытта. Солай ма? Иә, елді мекендерге қатысты болып тұр. Бірақ кешеуілдеп қалған жоқ па? Енді бұл мәселе басталып аяқталғанға дейін қанша уақыт күту керек? Біздерде енді қалалық әкімдікпен бірлесіп несиеден кейін енді бізде материалдар жағынан да осы алынып жатыр толықтай. Бұйырса осы енді жалпы енді осы жыл деп айтып тұрып, бірақ осы енді бітіреміз. Бұйырса жұмыстар атқарылады. Хабарымызда аяқтала келген секілді, енді алып қосарларыңыз болса, құрметті спикерлер, осы бағыттағы жасалып жатырған жұмыстарды тағы бір қорытындылап өтсеңіздер қысқа ғана. Айтатын ойларыңыз болса, жұмысты жеделдету жөнінде кеш қалып қойған жоқпыз ба? Міне қыс деген қырасында әлі атқарылып жатырған жұмыстар бар. Жалпы енді Атырау қаласы бойынша бағана айтып кеттік, апатты қатты жаңбыр болғанда, не болғанда апатты өшірудің себебі, ең бірінші себебі енді жеке тұтынушылар тарапындағы кешен трансформаторлық станциялардан болып тұр. Енді мына Атырау қаласының тұрғындарына айтып кететін жеке кәсіпкерлер бар, мейрамхана дейміз, не дейміз. Солар енді осы өздерінің теңгерімдегі трансформаторларына ревизия дейміз ғой, технический обслуживание дейміз мысалы. Соған договорға отырып, өздерінің күтіп ұстау жұмыстарын атқарылса деген осындай бір не бар. Енді жылу маусым жақында қалғаннан кейін мен енді бүкіл осы системада жасайтын ЖКХ болсын, қалалық әкімшілік КСК-ларға бәріне біздіңше бір рахмет етеміз. Потому что біз жұмыла жасалғаннан кейін біздікі ортақ іс. Сондықтан халыққа түсіністікке шақырамыз. Біз енді болсын, жылу болсын деген бәрімізде бір іс. Рахмет, дұрыс айтасыз, әрине. Бірлесіп атқару керек, өйткені барлығы жұмыла көтерген жүк жеңілді. Проблема болса, оны шешу керек бірінші. Арттан уже нетегі бар. Әкімдік бар жаңағы. Пәтерлік кооперативтері бар, тұрғындар бар, самое главное. Тұрғындар да атсалысу керек, қосылу керек. Бірігіп ауа шығару жұмыстарын шығару керек. Бірігіп жасақ. Үй жабық тұрады, ауа шығаратын жоқ, ол да жағдайлар болады. Қайреке рахмет, бұл бағытта бұл кісілер өзге көмектесіп жүрсе, бірге атқарып. Бірлесе көтерген жүктеріңіз жеңіл болсын. Енді қыс бізге сыншы, баршамызға осы сыннан сүрінбей өтуді тілеймін. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің хабарымыз осымен тәмам. Халық таразы, уақыт төреші. Амандықта жүздескенше.